Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дәмді әрі сәтті шығатын құймақты тіске басардың рецептісімен бөлісемін. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бірінші ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерді салып, жақсылап, шекері ерігенше араластырамыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Жалпы сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сұйық майды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді үстіне ұнды саламыз. Ұнды бөліп салуымыз керек. Қоюланғанша саламыз. Міне осындай қою консистенция пайда болуы керек. Ал енді қайнап тұрған суды стаканға құйып, үстіне 1 шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Оны дайын массамызға құйып, біркелкі масса болғанша тағы да араластырамыз. Міне енді біздің массамыз, консистенциямыз дайын болды. Сковородканы қыздырып, бетіне май жағып, дайын массамызды құйып, 2-3 минут жай отта пісіреміз. Лопатканың көмегімен келесі бетіне аударып, келесі бетінде 2-3 минут пісіріп аламыз. Осы ретпен барлық құймағымызды пісіріп шығамыз. Ал енді бізде құймағымыз дайын болды. Енді арасына қызанақ, қияр, кетчуп және майонез керек. Бірінші қиярды дөңгелек етіп турап аламыз. Ал енді қызанағымызды тураймыз. Қызанақты жіңішке етіп турау керек. Қиярды да дәл солай. Жалпы мен бұл рецепті өз ойымнан құрастырдым. Өте сәтті шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал енді құймақтың әр қабатын алып, бірінші қабатын қойып, арасына кетчуп пен майонезді жағып, оның үстіне қияр мен қызанақты турап қоямыз. Яғни туралған қызанағымыз бен қиярды қойып, қабат жасап шығамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Осы ретпен орындап шығамыз. Ал енді бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлейсіздер. Мен
кетчуп майонезді жай ғана сеуіп шықтым. Бұл өте тойымды әрі дәмі ерекше құймақты тіске басар. Үйдегілердің барлығының көңілінен шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Енді арасын кесіп көрсетейін қалай болғанын. Кез келген сусынмен немесе шаймен ұсынуға болады. Мен табиғи компотпен ұсындым. Бұның рецепті менің каналымда бар. Қазір описаниеда қалдырамын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпайсыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.